Соңғы кезде тарифтің бағасы қаншаға өсті? Мысалы, менікі 2590-нан 3290-ға дейін бірақ барды. Барлық абоненттерде жаппай тариф қымбаттады, арыз шағымдар көбейді. Ал депутат Елнұр Бейсенбаев соңғы 2 жылда тариф бағасы 90%-ға өсті дейді. Бұл деген сұмдық жағдай. Әдеттегідей депутаттың сөзін бірге тексеріп көрейік. Мәселен, Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің мәліметінше, ұялы байланыс қызметтерінің тарифтік жоспарлары 2023 жылдың қорытындысы бойынша 57%-ке, ал 21-22 жылдары тарифтердің орташа өсуі 13-тен 37%-ке дейін болған. Яғни бар жоғы тарифтер 90%-ке өскен 2 жылдың ішінде. Депутат рас айтады. Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің дерегінше 2023 жылы ұялы тарифтік жоспарлары 7,7%-тен 57,3%-ке дейін өскен. Ал 2021-22 жылдар кезеңінде тарифтер орта есеппен 13%-тен 37%-ке өсіп отырған. Сонда бар болғаны 2 жылда тариф 90%-дан асып өскен. Бұл абоненттердің бұлай өсуін бақылайтын агенттік қол қусырып қарап отырғаны қызық екен. Қазір тариф бағасы тіпті үйдегі Wi-Fi бағасымен бірдей болған. Айтарға сөзім жоқ. Ешқандай не жоқ. Шыны керек қой, ешқандай не жоқ. Мысалы, өзіңде өтесің, мысалы, не қылады, ешқандай не. Бағасы өссе де, жылдамдығы өспейтін абоненттер бұған назар аударатын түрі жоқ. Кейде тіпті Алматының қақ ортасында тұрсаң да, сет нашар ұстап, тіпті хабарламалар бармай жатады. Ал интернет жылдамдығын өлшейтін жаһандық спид-тесттің рейтингі бойынша Қазақстан 148 мемлекеттің арасында 70-ші орында тұр. Алды болма, көзі тиет, арты болма, сөз тиет деген мақал біздерге айтылса керек. Енді олдағы интернет мәселесін қозғап көрейік. Қазақстанда жалпы 6256 ауыл бар. Соның 4886-сы мобильдік интернетке қосылған. Енді қараңыз, соның 1071 ауылында бір ғана оператор жұмыс істейді. Демек, қалған 1370 ауылда әлі интернет жоқ. Яғни ауыл халқының 22%-ы интернетсіз отыр. Қазір 21-ші ғасыр, технология заманы. Интернет жылдамдығы бойынша біз Токионы астық деп айтамыз. Ал бірақ ауылымыздың 5-тен 1 бөлігінде интернет мүлде жоқ. Библиотека жоқ, мәдениет үйі. Не библиотека жоқ, не жоқ, медпункт жоқ, ештеңе жоқ. Біз шетте қалған неміз, ауылымыз, былай қарағанда. Дым жоқ. Тарифіңіз қаншаға қымбаттады? Әлі күнге дейін интернетсіз отырған таныстарыңыз бар ма? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп, арнаға тіркеліп қойыңыз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.